Сәлеметсіздер ме? Мектепке дейінгі білім беру ұйым әрекетінің басым бағыттарының бірі әр баланың физикалық және психикалық денсаулығын сақтауға жағдай жасау, балалардың дұрыс эмоционалдық саулығын сақтау, әрбір баланың ерекшелігін ескеруге, педагогикалық сүйемелдеуіне жағдай жасау болып табылады. Осының бәрі денсаулық сақтау кеңістігі немесе білім беру мекемесінің денсаулық сақтау ортасы деген түсінікке жатады. Денсаулық сақтау ортасы дегеніміз баланы икемді дамытатын, қысым көрсетпейтін орта. Оның негізінде балалардың эмоционалды жайлы ортасы мен жағымды күн тәртібі жатады. Қазіргі кезде денсаулық сақтау кеңістігі әлеуметтік гигиеналық және психологиялық, педагогикалық, этикалық, экологиялық денсаулықты сауықтыру, білім беру жүйелерінің кешенді шаралары деп қарастырылады. Осы кешенді шаралар баланың отбасында, балабақшада, тұрмыстық ортада аман сау дамуына, психологиялық және физикалық денсаулығына жағдай жасайды. Мектепке дейінгі жаста адамның денсаулығының өмір бойы қалыптасуы орындалады. Бұл жаста дене тәрбиесінің ұйымдастырылуы баланың алдағы уақыттағы дамуына әсерін тигізеді. Осы жас аралығында баланың өзіндік қасиеттері, сабаққа қызығушылығы және баланың қабілеттері ашыла бастайды. Мектепке дейінгі балалардың жасына дейінгі дене шынықтырудың қалыптасуы оқу тәрбие үрдісінде қоршаған ортаны танып білуде, жолдастарына және өзіне деген оң көзқарасты орнатады. Дене шынықтыруды нығайтуды, оқыту технологиясы баланың жинақтылығын, зейінін, ойлау белсенділігін және есте сақтау қабілеттерін қажет етеді. Дене шынықтыруды нығайту үдерісінде балалардың ойлау қабілеттерін, рухани эстетикалық талғамдарын, өз денсаулығын, алға қойған мақсаттарын, ұйымдастырушылық және ақ көңілдік қасиеттері қалыптасады. Балалардың барлығы тәрбие үрдісінде денсаулықтарын нығайтуға және жеке жан-жақты дамуына үлесін қосады. Мектепке дейінгі ұйымда баланың денсаулығын сақтаудың, салауатты өмір салтын ұйымдастыру мен бала денсаулығын шыңдау мүмкіндіктерін қарастыру ең басты мақсат болып табылады. Денсаулық сақтау технологиясының мақсаты баланың денсаулық сақтау мүмкіндіктерін қамтамасыз ету, оған салауатты өмір салты туралы қажетті білім, қабілет пен дағдылардың қалыптасуы. Денсаулық сақтау педагогикалық технологияларға, педагогтың баланың денсаулығына деген әртүрлі деңгейде ақпараттық, психологиялық, биоэнергетикалық деңгейде ықпал етудің барлық аспектілері кіреді. Заманауи жағдайда адам дамуы, оның денсаулық жүйесін құрусыз мүмкін емес. Денсаулық сақтау педагогикалық технологияны таңдау төмендегідей тәуелді. Мектепке дейінгі ұйым типіне. Мектепке дейінгі ұйымда балалардың болу ұзақтылығына, педагогтер жұмыс істейтін бағдарламаларға, мектепке дейінгі ұйымның нақты жағдайларына, педагогтың кәсіби құзыреттілігіне, балалардың денсаулық көрсеткіштілігіне. Денсаулықты және ынталандыру әрекет түрлері олар: стретчинг, ырғақ пластикасы, динамикалық үзілістер, қозғалмалы және спорт ойындары, релаксация, эстетикалық бағыттағы технологиялар, саусақ гимнастикасы, көз гимнастикасы, демалу гимнастикасы, сергіту гимнастикасы, түзету гимнастикасы, ортопедиялық гимнастика. Салауатты өмір салтына үйрету әрекет түрлері: проблемалық ойындар, тренинг және ойын терапиясы, коммуникативтік ойындар, денсаулық сериясының сабақтары, нүктелі массаж, биологиялық кері байланыс. Түзету әрекет түрлері: арт-терапия, музыкалық ықпал ету технологиясы, ертегі технологиясы, ертегі терапиясы, түспен ықпал ету технологиясы, мінез құлықты түзету технологиясы, психикалық гимнастика, фонетикалық және логопедиялық ритмика.
Сонымен қарастырылған әр технологияның әрқайсысы денсаулық сақтау бағытында болуы, ал кешенде қолданылатын денсаулық сақтау іс-әрекетінің нәтижесінде балада салауатты өмір салтына тұрақты мотивация, толыққанды және күрделі емес дамуының қалыптасуы аса маңызды. Егер мектепке дейінгі ұйымдарда мамандану мен нақты жағдайларға тәуелді болатын технологияларды түзету мүмкіндіктері үшін жағдайлар жасалса, егер балалар денсаулығының статистикалық мониторингіне сүйеніп технологиялық ықпал ету қарқындылығына қажетті түзетулер енгізілсе, әрбір балаға жекелей оқыту қамтамасыз етілсе, мектепке дейінгі ұйым педагогтері мен ата-аналардың оң мотивациясы қалыптасатын болса, мектепке дейінгі ұйым жұмысында денсаулық сақтау педагогикалық технологияларды қолдану, тәрбие мен білім беру үрдісінің нәтижелігін арттырады. Педагогтер мен ата-аналардың тәрбиеленушілердің денсаулық сақтау мен нығайтуға бағытталған құндылық бағдарын қалыптастырады. Мектепке дейінгі ұйымдарда денсаулық сақтау іс-әрекеттің негізгі бағдарына мыналарды жатқызуға болады. Балалардың тіршілік әрекетіне санитарлық эпидемиологиялық тәртіп пен гигиеналық жағдайларды жасауды ұйымдастыру, тамақтануды ұйымдастыру, балалардың балабақшада болу кезіндегі олардың психологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, балалар мен қызметкерлерге емдеу профилактикалық жұмыстарды ұйымдастыру, балалардың дене тәрбиесі. Жалпы денсаулық сақтау шаралар жүйесі төмендегідей тұрады. Балаларды өз дене мүшесіне күтім жасауды оқытудан, дене шынықтырудан, тағамдарды дәрумендеуден, фитопрофилактикадан, өзін-өзі психологиялық реттеу жаттығуларын меңгеруден, балалардың қозғалыс әрекетін оңтайландырудан. Сонымен, кез келген педагогикалық іс-әрекеті әрбір баланың денсаулық жағдайы туралы және дене дамуының деңгейі туралы ақпарат алынғаннан кейін ғана басталғаны жөн. Денсаулық сақтау әрекетінің тиімділігі көп жағдайда педагогтың тәрбиешілер отбасының өмір сүру жағдайын білуіне, сонымен қатар ұжымның кәсіби дағдылары бар жағдайларды ескеру мен оны ұйымдастырудың кешенді тәсілдесмесіне байланысты. Саны көп сапасы жоқ болғаннан, саннан сапасы жоғары кәсіби болғаны жөн. Денсаулық сақтау шараларын өткізу кезінде олардың психологиялық, педагогикалық аспектілері күшейтілуі керек. Бұл балалардың өзінің денсаулығына саналы қатынасын тәрбиелеуді және өзінің денесі туралы автоматтандырылған дағдыларды қалыптастыруды білдіреді. Сауықтыру педагогикасының негізгі сипаттамасы келесідей. Бала дамуының қолжетімді нормасы мен мінсіз үлгісі ретінде дені сау бала туралы түсінік. Дені сау бала біртұтас дене рухани организм ретінде қарастырылады. Сауықтыру емдеу профилактикалық шаралар ретінде емес, балалардың психофизикалық мүмкіндіктерін дамыту, кеңейту ретінде қарастырылады. Балаларды сауықтыру бойынша жұмыстар тек медициналық әдістермен ғана жүзеге асырылмайды. Медициналық әдістерді қолданудың тиімділігі оларды психология педагогикалық әдістермен толықтырған кезде артады. Сауықтыру педагогикасының негізгі идеялары 4-7 жастағы балалармен сауықтыру жұмыстары және қозғалу белсенділігін дамыту бағдарламасымен жүзеге асырылады. Ал оның кілттік қағидасы жеке дифференциалдалған ықпал болып келеді. Сауықтыру педагогикасының басқа негізгі қағидаттарына кіреді: шығармашылық қиялдауды дамыту, мектеп алды балалармен сауықтыру жұмыстарын өткізу мен жасау кезінде қиялдауды дамыту қажетті ішкі шарт болып келеді. Бұл кезде бала шартты түрде тек қана осы немесе басқа да медициналық және педагогикалық әсер етудің объектісі болып келеді. Бірақ шын мәнінде олай болмайды. Осы әсер етулер арасындағы байланыс
денсаулық күйі мен физикалық даму деңгейі түптен келгенде тура немесе мағыналы болмайды. Ол әрқашан жанамалық қасиетке ие. Және бұл байланысты түбі қиял болатын баланың дамитын психологиясы жанамалайды. Мағыналы моториканы қалыптастыру, қозғалыс еркін болуы мүмкін. Басқармалы тек қана мағыналы немесе сезімді болған жағдайда болады. Әртүрлі қызметтерді атқару кезінде толыққанды позитивті психологиялық, соматикалық күйді қалыптастырумен бекіту. Балаларда бірге мазасыздану мен жәрдемдесу қабілеттерін қалыптастыру. Сөйтіп, мектеп жасындағы балаларда дені сау тұлғаны қалыптастыру, физикалық тәрбие берумен, оның тұлғасын, тіл табысу мен креативтілігі, өзін өзі бағалау адекваттылығын, автономдылығын, өзін өзі басқаруын дамытуға әсер ететін гигиеналық ұйымдастырылған және арнайы жасалған әлеуметтік ортада бағытталып, дамуымен әрекетті байланысты қамтамасыз ету кезінде мүмкін. Мектеп алды жас уақытында сәйкесінше тәрбиелік жұмыстар жасалу кезінде баланың өз денсаулығында деген позитивті күтім жасау динамикасы байқалады. Балада өз денсаулығына деген жасампаз ұстанымын қалыптастырудың маңызды алғы шарттары болып, балада салауатты өмір салтына қажеттілігі болуымен шарттанады. Ол ерекше шарттар қатарын орындау кезінде қалыптасады. Олардың бірі баламен өз физикалық қабілеттерін рефлексиялау және олардың денсаулық күйімен байланысты болып келеді.